Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер? Мен дәрігер Нұрекең. Бүгінгі тақырып сіздің өмірімізді сақтап қалуы мүмкін. Жүрек приступы туралы айтатын боламын. Сіз білесіз бе, Қазақстанда жыл сайын 10 мыңнан астам адам жүрек приступынан қайтыс болады. Бұл біздің елдегі өлімнің бірінші себебі. Ең қорқынышты не, білесіз бе? Көп адамдар жүрек приступының белгілерін білмейді. Олар ауырғанда гастрит деп ойлайды, остеохондроз деп ойлайды, үйде жатады. Жедел жәрдем шақырмайды. Уақыт өтеді, жүрек өледі, адам өледі. Бірақ жүрек приступының 7 белгісін білсеңіз, сіз өміріңізді сақтай аласыз. Бүгін мен сізге осы 7 белгіні айтамын. Әр белгіні қалай танитынын үйретемін. Не істеу керектігін түсіндіремін. Тағы жүрек приступын қалай алдын алуға болатынын айтамын. Видеоны соңына дейін қараңыз, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Бастайық. Алдымен жүрек приступы дегеніміз не екенін білейік. Жүрек приступы, немесе инфаркт миокарда. Бұл жүрек бұлшықетінің өлуі. Неліктен өледі? Қан келмейді. Қан келмесе оттегі жоқ. Оттегі жоқ, жасуша өледі. Неліктен қан келмейді? Жүрек тамырлары бітеліп қалады. Холестерин жиналады. Тромб пайда болады. Тамыр жабылады. Қан өтпейді. Жүрек жасушалары өле бастайды. 6 сағат ішінде көп жасуша өледі. 12 сағаттан кейін жүрек бұлшықетінің үлкен бөлігі өледі. Сондықтан уақыт өте маңызды. Неғұрлым ерте, жедел жәрдем шақырсаңыз, соғұрлым көп жүректі сақтап қаласыз. Енді жүрек приступының 7 белгісін айтамын. Мұқият тыңдаңыз, бұл сіздің өмірімізді сақтауы мүмкін. Бірінші және ең маңызды белгі – кеуде тұсының ауруы. Бұл жүрек приступының классикалық белгісі, бірақ бұл ауру қарапайым ауру емес, ерекше ауру. Қалай сезінесіз? Бірінші, қысым сезімі. Кеудеге үлкен тас қойғандай, ауыр салмақ басқандай, тыныс алу қиын. Екінші, сығу сезімі. Кеудені қысып тұрғандай, қысқыштап тұрғандай, қатты белбеумен буып тастағандай. Үшінші, күйу сезімі. Кеудеде от жанып тұрғандай, ыстық, өртеніп тұрғандай. Көп адамдар гастриттен шатастырады. Төртінші, ауыр ауру. Өткір ауру емес, тұтас ауыр ауру. Жеңілдемейді, күшейіп отырады. Бесінші, ұзақтығы. 5 минуттан көп, 10 минут, 20 минут, тоқтамайды. 6 минуттан артық кеуде ауырса, жедел жәрдем шақырыңыз. Бұл қауіпті. Қайда ауырады? Кеуденің ортасында, грудина сүйегінің артында, сол жақ кеудеде, жүректің үстінде, кейде оң жаққа да таралады. Маңызды. Ауру бір жерде тұрмайды, таралады. Сол иыққа, сол қолға, жаққа, арқаға, тіпті асқазанға. Мысал, менің пациентім 65 жасар Әміржан аға. Ол үйде отырды, кеудесі ауырды. Ойлады гастрит деп, сода ішті, көмектеспеді. Ауру күшейді. 2 сағат өтті. Әйелі мәжбүрлеп жедел жәрдем шақырды. Жедел жәрдем келгенде ЭКГ жасады. Инфаркт. Дереу ауруханаға алып кетті. Операция жасады. Тамырға стент қойды. Аман қалды. Бірақ жүрегінің бөлігі өлген еді. Егер ерте жедел жәрдем шақырса, жүрегі толық сақталар еді. Сондықтан есімізде болсын. Кеуде 6 минуттан артық ауырса, жедел жәрдем шақырыңыз. Күттеңіз. Екінші белгі. Сол иық және сол қол ауруы. Неліктен? Жүрек ауруы жоғарыға таралады. Жүйкелермен өтеді. Сол иыққа жетеді. Сол қолға жетеді. Қалай ауырады? Бірінші, тұтас ауру. Өткір емес, ауыр ауру жеңілдемейді. Екінші, қолды қозғалтсаңыз да ауырады. Қозғалтпасаңыз да ауырады. Демалса да өтпейді. Үшінші, кеуде ауруымен бірге. Жалғыз иық ауырса, бұл остеохондроз болуы мүмкін. Бірақ кеудеде иықтаг ауырса, бұл жүрек. Төртінші, сол жақ. Көбінесе сол иық, сол қол, оң жақ, сирек. Қай жеріне дейін таралады? Иықтан бастап шынтаққа дейін, билекке дейін, тіпті шынашаққа дейін. Көбінесе кіші саусақ ауырады. Маңызды. Көп адамдар ойлайды, мен ауыр көтердім деп, немесе жатып қалдым деп. Бірақ егер кеудеде ауырса, бұл жүрек. Дереу жедел жәрдем шақырыңыз. Үшінші белгі. Артық терлеу. Әсіресе әйелдерде жиі кездеседі. Неліктен терлейсіз? Жүрек күресіп жатыр. Жүрек қаны жақсы айдамайды. Дене стресс күйінде. Адреналин шығады. Керлейсіз. Қандай терлеу? Бірінші, суық тер. Дымқыл, суық, дене діріл басады. Екінші, себепсіз терлеу. Ыстық жоқ. Жүгірмедіңіз. Отырсыз, тыныш терлейсіз. Үшінші, қатты терлеу. Маңдай терлейді. Қол аясы дымқыл, арқа терлейді. Төртінші, түнде терлеу.
Түнде тұрып кетесіз, киіміңіз дымқыл, жастық дымқыл. Төртінші белгі. Күшті шаршау. Бұл белгіде әйелдерде жиі. Неліктен шаршайсыз? Жүрек әлсіз соғады, денеге оттегі аз келеді, барлық ағза аштан қалады. Өте шаршайсыз. Қандай шаршау? Бірінші, себепсіз шаршау. Ауыр жұмыс істемедіңіз, демалдыңыз, бірақ шаршап кеттіңіз. Екінші, күшті шаршау. Тұра алмайсыз, жатқыңыз келеді, ештеңе істегіңіз келмейді. Үшінші, ұзақ шаршау. Бір күн емес, бірнеше күн, апта бойы жеңілдемейді. Төртінші, басқа белгілермен бірге терлеу, ентігу, кеуде ауырады. Маңызды. Көп әйелдер ойлайды, жай ғана шаршадым деп елемейді, бірақ бұл жүрек приступының алдындағы белгі болуы мүмкін. Әсіресе егер сізде жүрек ауруы қаупі бар болса. Жоғары қысым, диабет, холестерин жоғары, онда шаршауға мұқият назар аударыңыз. Мысал, Күлімжан апай 68 жаста, 2 апта бойы өте шаршады, ойлады, қартайып қалдым деп, елемеді. Содан бір күні кеудесі ауырды, жедел жәрдем шақырды. Инфаркт. Дәрігер айтты, шаршау инфаркттың белгісі болған екен. Бесінші белгі. Ентігу, тыныс тарлығы. Бұл өте қауіпті белгі. Неліктен ентігесіз? Жүрек өкпеге қан жақсы жібермейді. Өкпе оттегі ала алмайды. Оттегі жетіспейді. Ентігесіз. Қалай ентігесіз? Бірінші, тыныш отырсыз, бірақ ауа жетіспейді. Тереңірек тыныс алғыңыз келеді. Екінші, баспалдақ шығу қиын. Бірінші қабатқа шықсаңыз ентігесіз, бұрын оңай еді. Үшінші, түнде ентігу, жатқанда ентігесіз. Жастыққа 2-3 жастық салып жатасыз. Төртінші, кеуде ауруымен бірге ентігесіз. Кеуде ауырады, екеуі бірге. Маңызды. Егер себепсіз ентігіп кеудеңіз ауырса, бұл өте қауіпті. Дереу жедел жәрдем шақырыңыз. Бұл жүрек жеткіліксіздігінің белгісі, жүрек приступының белгісі. Алтыншы белгі. Асқазан ауруы, жүрек айну. Бұл өте алдамшы белгі. Көп адамдар гастритпен шатастырады. Неліктен асқазан ауырады? Жүрек астында асқазан бар. Жүрек төменгі бөлігі асқазанға жақын. Осы бөлікте инфаркт болса, асқазан ауырғандай сезінесіз. Қалай ауырады? Бірінші, жоғарғы қарын ауырады. Эпигастрий деп аталады. Грудина сүйегінің астында. Екінші, жүрек айну. Құсқысы келеді, тіпті құсады. Үшінші, асқазан дәрісі көмектеспейді. Гастал ішсеңіз өтпейді. Сода ішсеңіз өтпейді. Төртінші, басқа белгілермен бірге терлейсіз, ентігесіз, шаршайсыз. Маңызды. Егер асқазаныңыз ауырып терлесеңіз, бұл жүрек болуы мүмкін. Әсіресе егер асқазан дәрісі көмектеспесе, дереу жедел жәрдем шақырыңыз. ЭКГ жасаңыз. Жетінші белгі. Үрей, өлім қорқынышы. Бұл психологиялық белгі, бірақ өте маңызды. Неліктен үрей болады? Дене қауіпті сезеді, адреналин шығады, жүрек жиі соғады, үрей пайда болады. Қалай сезінесіз? Бірінші, себепсіз үрей. Ештеңе болмады, бірақ үрейлісіз. Екінші, өлік қорқынышы. Өлетін сияқты сезім, қорқынышты. Үшінші, тыныштық жоқ. Бір жерде отыра алмайсыз, жүре бастайсыз, жата алмайсыз. Төртінші, бір нәрсе болады деген сезім. Бірдеңе қате деген сезім. Дене сигнал береді. Маңызды. Дененіңізге құлақ асыңыз. Егер себепсіз қатты үрей болса, әсіресе басқа белгілермен бірге кеуде ауырады, керлейсіз, ентігесіз. Бұл жүрек приступы болуы мүмкін. Дереу жедел жәрдем шақырыңыз. Енді сіз 7 белгіні білесіз. Не істеу керек? Егер сізде немесе жақыныңызда бұл белгілер болса. Бірінші, дереу жедел жәрдем шақырыңыз. Екінші, отырыңыз немесе жатыңыз, тұрып жүрмеңіз, құлап кетуіңіз мүмкін. Үшінші, терезе ашыңыз, таза ауа керек. Төртінші, киімді босатыңыз, белбеу, галстук түймелер босатыңыз. Бесінші, аспирин шайнаңыз. Егер аллергия жоқ болса, жарты таблетка немесе 1 таблетка шайнаңыз. Шытпаңыз. Аспирин қанды сұйылтады, тромбтың өсуін тоқтатады. Алтыншы, нитроглицерин қойыңыз. Егер бұрын дәрігер тағайындаса, тіл астына 1 таблетка. Жетінші, тыныш болыңыз, қобалжымаңыз, жедел жәрдем жолда. Сегізінші, жалғыз қалмаңыз, жанында біреу болсын. Тоғызыншы, жедел жәрдем келгенше күтіңіз. Көлікке отырып ауруханаға бармаңыз, жедел жәрдемде дәрігер бар. 10-шы, жедел жәрдемге барлық дәріңізді көрсетіңіз. Не ішесіз?
Қандай ауру бар? Маңызды жедел жәрдем келгенше, алғашқы 6 сағат өте маңызды. Бұл алтын сағат деп аталады. Осы уақытта жүректі толық сақтап қалуға болады. Кешіксеңіз, жүрек өледі. Алдын алу жолдары. Енді сіз жүрек приступын қалай танитынын білесіз. Бірақ ең жақсысы приступты болдырмау. Қалай? Алдын алу шаралары. Бірінші, дұрыс тамақтану. Майлы балық жеңіз. Аптасына 3 рет семга, скумбрия, омега, 3 жүректі қорғайды. Жаңғақ жеңіз. Күніне 4-5 дана холестеринді төмендетеді. Жидектер жеңіз. Күніне 1 стакан, қарақат қызанақ. Антиоксиданттар көп. Тұзды азайтыңыз. Күніне 5 граммнан артық емес. Қантты азайтыңыз. Қан тамырларды бұзады. Майлы етті азайтыңыз. Холестерин жоғарылайды. Фастфудты тоқтатыңыз. Жүрекке өте зиянды. Екінші, қозғалыңыз. Күнде 30 минут жүріңіз. Жүрек жаттығады. Жүзу жақсы. Аптасына 2 рет. Велосипед жақсы. Кардио жаттығу. Баяу бастаңыз. Біртіндеп күшейтіңіз. Күшті салмақ көтермеңіз. Үшінші, зиянды әдеттерді тастаңыз. Темекіді дереу тастаңыз. Темекі жүрек приступы қаупін 3 есе арттырады. Алкогольді азайтыңыз. Күніне 1 рюмкадан артық жоқ. Төртінші, салмақты қалыпты ұстаңыз. Артық салмақ жүрекке ауыр жүктеме. 10 кило артық салмақ жүрек ауруы қаупін 30% арттырады. Салмақ түсіріңіз. Күніне 500 калория кем жеңіз. Қозғалыңыз. Бесінші, стресспен күресіңіз. Стресс жүректің жауы. Медитация жасаңыз. Күніне 15 минут. Тереңірек тыныс алыңыз. Ми тыныштанады. Қысым төмендейді. Йога жасаңыз. Аптасына 2 рет. Хобби табыңыз. Стрессті жеңеді. Табиғатқа шығыңыз. Таза ауа, тыныштық. Алтыншы, жақсы ұйықтаңыз. Түнде 7-8 сағат міндетті. Жүрек демалады. Қысым төмендейді. Ұйқысыздық инфаркт қаупін 45% арттырады. 22:00-де жатыңыз. Бөлме салқын болсын. Қараңғылық керек. Ұйқыға 2 сағат бұрын телефонды қойыңыз. Жетінші, қан қысымын бақылаңыз. Қалыпты. 120-80. Күнде 2 рет өлшеңіз. Таңертең кешке. Тұзды азайтыңыз. Салмақ түсіріңіз. Стрессті азайтыңыз. Егер дәрігер тағайындаса, дәрі ішіңіз. Сегізінші, холестеринді бақылаңыз. Жалпы холестерин 5,2-ден төмен болу керек. Жаман холестерин 3-тен төмен. Жақсы холестерин 1-ден жоғары. Солы жеңіз, жаңғақ жеңіз, балық жеңіз. Майлы етті азайтыңыз. Қозғалыңыз. Тоғызыншы, қантты бақылаңыз. Қалыпты қант 3,3-тен 5,5-ке дейін. Диабет жүрек приступы қаупін 2-4 есе арттырады. Қанды жыл сайын тексертіңіз. Қантты азайтыңыз. Клетчатка жеңіз. Салмақ түсіріңіз. 10-шы, дәрігерден тексеріліңіз. 40 жастан кейін жыл сайын ЭКГ жасаңыз. Қан қысымын өлшеңіз. Холестерин тексертіңіз. Қанды қант тексертіңіз. Қан анализі жасаңыз. 50 жастан кейін жүрек ультрадыбысы жасаңыз. Стресс тест жасаңыз. Дереу дәрігерге барыңыз. Егер кеуде ауырса, ентігесіз, жүрек ырғағы бұзылса, ісіну пайда болса. Қымбатты көрермендер, бүгін мен сізге жүрек приступының 7 белгісін айттым. Өз денеңізге құлақ асыңыз, жақындарыңызға айтыңыз. Бұл білім өмір сақтайды. Егер бұл белгілер болса, дереу жедел жәрдем шақырыңыз. Күтпеңіз, есімізде болсын. Жүрек приступы емделеді, бірақ ерте көмек көрсету керек. Алғашқы 6 сағат ең маңызды. Видео ұнаса лайк басыңыз, тіркеліңіз, комментарий жазыңыз, туыстарыңызға жіберіңіз. Денсаулықта болыңыздар, жүрегіңізді сақтаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.